YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осында ең әдемі биік болып шығатын бенто тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Менде бұл жерде дайын корж, соны бентоның формасымен өлшеп алып жатқан кезім. Керек формамды алғаннан кейін оның ортасынан бір бөлікке бөлдім. Үшке бөлуге де болады. Маған тек 2 бөлік қана қажет. Сондықтан ортасынан бірінші өйстіп жан-жағынан барлығын өлшеп кесіп, содан соң пышақты ортасына бір жүргізіп бөліп алдым. Сол кезде теп-тегіс болып бөлінді. 2 коржымыз дайын. Одан кейін мен кремге кірістім. Крем менде сливки натуральный 33%, сосын творожный сыр және сахарный пудра қосылған. Осылай бір қабат кремді жақ болғаннан кейін тегістеп жібердім және кальциясын қайтадан кигіздім. Менде торт түзу жиналу үшін. Содан соң тағы да крем жағып шықтым. Егер тағы да кремді қаламасаңыз, банан, клубника сияқты әртүрлі ягодаларды қоюға, болмаса джем болса, соларды қойып жіберуге болады. Ол кезде тортты кескен кезде ортасы өте әдемі болып көрінеді және дәмі де соған қарай шығатын болады. Келесі бетін теріс айналдырып, осында тегіс жағын қалдырып, тортты жинап шықтым. Кішкене ғана крем жағып бір тегіс еттім. Ол қазір менде тегістеген кезде беті теп-тегіс болып шығу керек. Холодильникте 2-3 сағат ұстадым. Осындай формасын ұстаған бенто торты шықты. Одан кейін оның сыртын осындай арнайы дүкендерде сататын көк пищевой красительді қостым. Жеуге болады, оның ешқандай зияны жоқ. Осылай барлығын мешокқа қигізіп, құйып алып, жан-жағын осылай жағып шықтым. Одан кейін тегістедім. Бір тегіс болып шығады. Үстін тегістеп, бір келкеті осылай, және де үстіңгі жағын кейбір жерлерін кедір-бұдыр етіп қалдырдым. Ол қазір менде кондуримен бояған кезде өте әдемі болып шығатын болады. Оны әдейі тегістемей кеттім. Тегістеп болғаннан соң маған керек жазуды жазып алдым. Осылай жазып, одан кейін креміңіз қалып жатса креммен, болмаса ақ глазурьмен жазуға да болады. Содан соң үстінен тағы бір басасыз. Сол кезде жазуыңыз биік, тортқа батпай әдемі болып көрініп тұрады. Яғни астынан бір, үстінен бір жүргізесіз ғой жазуды. Менде ұл балаға арналған бенто торты болғандықтан көкпен қаптап, атын және өзінің толып жатқан айын жазып, кішкене ғана узур салып шықтым. Артық ешқандай сурет ештеңе салмадым. Мінекей осындай жазу дайын болды. Жан-жағын кондуримен боядым. Алдияр 11 ай деген жазумен шыққан бенто торты.